Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 2-ші сынып 43-ші сабақ. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз қызықты балалық шақ. Бірінші сабағымыздың мақсаты мәтіннің үзіндісін суретпен салыстырып, және өз ойыңды және пікіріңді айтуға дағдыланасың. Бірінші, қиындыққа тап болғанда адамды құтқаратын қандай жануарларды білесің? Адамды қиындыққа ұшырағанда құтқаратын, мысалы, ит, ат. Ит мысалы адамның досы. Ат мысалы мінгенге ыңғайлы деген сияқты адамға пайдалы жануарлар бар екен. Келесі, Шөмішбай Сариев ақын. Туған жеріндегі Арал теңізі туралы Сағынышым теңіз, Теңізден соққан жел атты шығармаларын жазған. Ол 1946 және 2021 жылдар аралығында өмір сүрген. Балалар, жаттап аламыз. Екінші тапсырма, балалық шаққа саяхат. Оқимыз. Шіркін, балалық шақта не болмады? Біздің ауыл құмға бай, денеге жұқпайтын әппақ шағыл құм. Онда адыраспан көп өседі. Балалар құм арасында адыраспанды паналап, жасырынбақ ойнайды. Құмда жүретін улы жыландардан еш қорықпаймыз. Улы жылан құмның астына кіріп шығып жүреді. Ал судағы у жоқ, шақпайтын жыланды қолымызбен ұстап ойнаймыз. Ауылдың түйелері көлде жүріп, пішен жейтін. Бірде көлдің ортасына барып, қармақ салдым. Кенет қатты соққан желден қайығым аударылып кетті. Суға ағып кете жаздадым. Су бетінде қарманып, жанталастым. Сол кезде бір түйе жүзіп келіп, мені өркешіне отырғызды. Жағаға алып шықты. Сонда түйенің адам баласына бауырмал жануар екеніне көзім жетті. Міне, менің балалық шағым қызықтарға толы көгілдір көлде өтті. Сол көлдің жағалауында, сол аралдарда, сол жолдарда қалды. Шөмішбай Сариев атамыздың өмірінен алынған, яғни мәтін екен, балалар. Келесі мәтіннің ішінде бізге онша таныс емес сөздер. Назар аударайық. Шағыл құм бұл көлдің жағалауындағы майда құм екен. Адыраспан иісі өткір дәрілік шөп екен. Пішен су ішінде өсетін құрақ шөп екен, балалар. Келесі тапсырма, көлдің ортасында болған оқиғаны суретпен салыстырып әңгімеле. Ауылдың сипатын тауып көр және оқып бер дейді. Ең бірінші сұраққа жауап берейік, балалар. Бірде көлдің ортасына барып қармақ салдым. Кенет қатты соққан желден қайығым аударылып кетті. Суға ағып кете жаздадым. Су бетінде қарманып жанталастым. Сол кезде бір түйе жүзіп келіп, мені өркешіне отырғызды. Жағаға алып шықты. Сонда түйенің адам баласына бауырмал жануар екеніне көзім жетті дейді. Яғни бұл жерде баланы түйе құтқарып қалған екен. Келесі ауылды сипаттап айтып бер дейді. Біздің ауыл құмға бай, денеге жұқпайтын әппақ шағыл құм. Онда адыраспан көп өседі. Балалар құм арасында адыраспанды паналап, жасырынбақ ойнайды. Құмда жүретін улы жыландардан еш қорықпаймыз дейді. Улы жылан құмның астына кіріп шығып жүреді. Ал судағы у жоқ, шақпайтын жыланды қолымызбен ұстап ойнаймыз дейді. Бұл жерде ауылды осылай сипаттаған екен, балалар. Жақсы, балалар, келесі тапсырма, пікіріңді айт дейді. Әңгіменің мазмұнынан сені не таңғалдырды? Бұл жерде бізді баланың суға батып бара жатқан жерінен түйенің барып баланы құтқарғаны бізді таңғалдырды. Келесі, 5-ші, баланың қай ойыны қауіпті? Баланың жыландарды қолымен ұстап ойнағаны қауіпті екен, балалар. 6-шы, кейіпкерге қандай сақтық ережесін айтар едің? Біріншіден, жыланды қолмен ұстауға болмайды. Екіншіден,
суға жалғыз түспеу керек. Және соңғы тапсырма, отбасыңдағы үлкендерден балалық шағы туралы сұра. Бұл үйге берілген тапсырма балалар. Ата-аналарыңнан балалық шағы туралы сұраңдар. Сау болыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.